Армысыздар, ардақта ағайын, сәлеметсіздер ме, қадірменді теледидар көрермендері. Қазақ тілінде жүргізілетін Дидар телебағдарламасы әдеттегідей эфирде. Кезектегі бағдарламамызды Қарақалпақстан Республикасының Тақтакөпір ауданындағы жасарып жаңғырған Белтау ауылынан жалғастырамыз. Баршаңызға белгілі, Азатта Абат өлкеміздегі тәуелсіздік мерекесіне арналған іс-шаралар еліміздің түкпір-түкпірінде жүзеге асырылуда. Сондықтан аталмыш ауылда да белтаулықтар тарапынан мерекеге арналған шаралар көтеріңкі көңіл күйде атап өтілуде. Қарақалпақстан Республикасының Тақтакөпір ауданындағы шалғай көрші Қазақстанның Қызылорда облысымен шекаралас аумақта орналасқан Белтау ауылында да Абат ауыл бағдарламасы аясында кең көлемді құрылыс және жасампаздық істері жүзеге асырылып, ауыл бейнесі түбегейлі өзгерді. Соның нәтижесінде жергілікті халықтың өміріне қуаныш пен шаттық лебі тәуелсіздік мерейтойымен қатар көтеріңкі көңіл күйде кіріп келді. Абат қыштақ, Абат махалла дәстүріне кіріп, өткен жылы 2023 6 январ күні ең ауыл шеттегі бір жағымыз Қазақстанмен шекаралас Белтау ауыл құрал жиынында Абат қыштақ дәстүрі бойынша жұмыстар алып барылып, неше жылдардан бері су кемей жатқан сайлар қазылып, жоллар салынып, көпірлер қайта құрылып, халықтың игілігі үшін біраз жұмыстар істеледі. Бұл жерде президентіміздің пәрмені асас халқымызға сондай жақсы шарайта жаратып берді. Екі этажды бақша, мектеп, мәдениет үйі, газон, ондан қалса көшелерге жақтылық орнатылды. Салмаларымызға біз қайтадан бетонланып, лоток құрып берілді. Жолдарымыз асфальтланды. Бұқараларымыздың жасап атқан жайлары тіптен ремонтланып, төбелері қайтадан заманауи түрдегі шифрланды. Интернет келді. Өткен жылы басаңа хақиқатын айтайық, бұл жерде 95-97% қазақ халқы жасайды. Солар жұмысты бастаған уақытымызда бір сенім болмады. Осы жерде өзгеріс болады, басқа да жаңалық болады. Ал уақыттың өтуімен һәмме зат істеліп, әзірге заманауи осы дәрежеге келген халқымыздың жасау шараяты, олардың мемлекетімізге сенімі артты.
һәм бұрынға қарағанда заманауи типтегі жасау шариғатына ерісіп, уже монша салып берді. Поликлиникамыз ремонтланды. Әзірге президентіміздің алып бара жатқан бағыты көп міндетті халықпыз. Біз сіз анау міндет, мынау міндет деп емес, бірақ қай жерде халықтың қандай мұаммасы болса, солардың шешімін табуға һәм уақытта күш қайратымызды жұмсап, халықтың игілігі үшін игілікті қызмет істей береміз. Расында да ауылда үлкен көлемдегі істер атқарылған. Ішкі көшелерге тас жағал жатқызылып, асфальт төселініп, жаңадан жалғыз аяқ жолақ салынып, абаттандыру және көгалдандыру істері жүргізілген. Инфрақұрылым тармақтары жаңарып, яғни электр энергиясы, түнгі жарықтандыру, заманалық байланыс, табиғи газбен қамтамасыз етуді жақсарту бойынша кең көлемді істер қарастырылған. Белтау бұқаралар жиынында 170 қанаданда 1100 бұқара жасайды. Біздің махаллеміз өткен 2021 жылы абат қышлақ ауыл дәстүріне кіргізіліп, абат қышлақ дәстүрі текарында бірқанша ұнамды жұмыстар істелді. Атап айтатын болсақ, біздің мынау ауылымызды тамарқаларын суландырушы орталық сайымыз анша көміліп, су келуі қиын болып қалған еді. Біздің абат қышлақ дәстүріндегі жұмысымыз сол сайымызды тереңдетіп, ондағы судың көлемін көбейтуден басталды. Сөйтіп 3 ай давамында сайымыз қайтадан 1 метр тереңдікке қазылып, онда тұратын судың мықтары әзір бірқанша 3 есеге өсті. Жастарымыздың өздерінің бос уақытын үнемді өткізетін спорт майданшасы салынып берілді. Кішкене балдарымыз ойнайтын маллар майданшасы істелді. Әзір осы менің әзір тұрған жеріндегі мынау біздің бұқаралар жиынының ғимараты болып есептеледі. Мінекей осы ғимаратымыз толық реконструктан шығарылып, әзір Қарақалпақстан Республикасында осындай бұқаралар жиынының ғимараты осы бірінші орында тұратын жағдайға келтірілді. Ауылымыздың, халқымыздың жағдайы жақсы, Құдайға шүкір. Әрбір бұқаралар жиыны әкім жәрдемшісі, жастар менен істеуші жастардың бекітіп бергенде біздердің бұқаралар жиынымыздың жұмыстарына біраз жеңілдіктер берілді. Қазір олар әкім жәрдемшілері бүгінгі күнде өздері осы жерде тұрушы халықтың жағдайларын, тұрмыс жағдайларын бірме-бір үйлеріне кіріп, үйреніп, олардың тұрмыс қандай оларға жағдай көрсету керек, жұмыссыздарына қандай жұмыс орындарын ашып беру керек, кем тәмінленген қожалықтарды кем тәмінліктен қалай шығару ләжлерін жолға қойылып, сол бойынша біраз жұмыстар алып барылып жатырды. Тақтакөпір тұманында бір шеткі несінде бір кішкене қайттан қалаша пайда болды деп айтсам, мен асырып айтқан болмаймын. Ауылдағы мектеп, сондай-ақ мектепке дейінгі тәлім-тәрбие мекемесі, отбасылық емхана, азаматтар жиынының ғимараты қайта жөнделіп, олардың материалдық техникалық базасы нығайтылған. Біздің мектебімізде кейінгі жылдары білім беру саласында көптеген өзгерістер болып жатырды. Бізге жаратып берген мүмкіншілігінен келіп шығып айтатын болсам, былтыр 2020-21 оқу жылында 11-ші класс оқушыларынан 14 оқушы біткерген болса, сонан 6 оқушымыз құрметті президентіміздің бізге жаратып берген мүмкіндігінің арқасында 6 оқушымыз сол мүмкіндіктен пайдаланып оқуға кірді. Білімлендіру тарауында мұғалімдерге өте үлкен ітібар қаратылып келмекте. Аттестациядан өтетін көптеген елерге жеңілдіктер, мүмкіншіліктер жаратылып беріп жатырды. Жылына 2 мәрте аттестациядан өту имканиятына ие болып жатыр. Соның есебінен мұғалімдеріміз көптеген жоғары категорияға, бірінші категорияға алу дәрежесіне ие болды. Сол білім беріп жатырған оқушыларымыздың осы еліміздің дамуында өз үлестерін қосады деген сенім білдірмекшімін. Үстіміздегі жылы белтаулықтардың тағы да бір арманы орындалды десек, артық айтқандық болмас. Ауыл сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіліп, 2 артизан құдық қазылды. Белтау тұрғындарының өмірінде маңызды орын тұтатын мына көлде қайта тіктелген. Бүгінгі күнде бұл жерде жастар көл жағалап, ән айтып, мерекелерде туған жеріне деген өлең шумақтарын оқып, түрлі игі шаралар өткізуде. Сақтағы жаңа таныс жүзсек талғаш қайықтым,
ұшқыр қиял кетті ау алыс, бұйырмашы айыпым. Самал болар толғандырған, айдын шалқар көлбетін. Сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбетін. Сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбетін. Көлдің жүзін нұрландырып, тұрма сенің дейдарың. Сол бейнеңді тұрған көліп, су бетіне қимадым. Ескегіңдей берші маған, мен есейін сен еспеу. Су күлгісі сыңғырлаған, сенің күлкің емеспеу. Су күлгісі сыңғырлаған, сенің күлкің емеспеу. Ашылғандай айдын көлде, үлкен өмір есігім. Су бетінде қайық бейне, махаббаттың бесігім. Жылжы қайық осы көлде, жыр толтыршы жаныма. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағыдан. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағыдан. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағыдан. Біздің мақалламыз Дөкіс қаласына 150 км алшақта жайласқан әйгілі Қаратерең көлінің киелі Бөршіті даласының етегінде орналасқан махалле. Біздің махаллемізде 167 қожалық болып, 1068 қала жасайды. Солардан 431-ін жастар құрайды. Құрметті президентіміз осы ең шеткі аймақтағы, яғни біздің Белтау махаллесіндегі жастарға болған үлкен назары, үлкен диққатының арқасында біздің Белтауымыз жастарда үлкен жетіскендіктер менен көзге көрінуде. Атап айтқанда, құрметті президентіміз біздің мақалеміздегі әкім жәрдемшісі менен жастар жетекшісі менің екі қанатым деген сөзді бізді аянбай еңбек етуге, осы елдің, осы отанның шынайы патриоттары болуға шақырады. Әсіресе бүгінгі күнде жастарды есту, жастардың машқаласын тыңдау бұл ауыр мәселе. Бірақ бүгін жастарды естімесек, жастардың машқаласымен шұғылданбасақ, кеш болады деген сөзі бүгін міне өз жемісін беріп отыр. Құрметті президентіміз осындай Өзбекстан Республикасы, жалпы айтқанда Өзбекстан жастарын осындай кең дүние танымын ұлғайту, олардың арасында жинаятшылықты болдырмау, әсіресе спорт тарау бойынша, кітапхандық бойынша, осыда жастардың ертең күніне болған болашағын жарытуда біздерге үлкен сенім білдіріп отыр. Мен де осы Белтау махаллесінің жастар жетекшісі сипатында Белтаудағы жастарды алға қарай ілгерілендіруінде, жұмыссыз жастарды жұмыспен қамтамасыз етуге, оларға субсидиялар ажыратуда көптеген жұмыстар амалға асырылды. Атап айтатын болсақ, жұмыссыз жүрген жастарымыздың жетеуіне жер ажыратып берген болсақ, қалған 2 жасымызға субсидия негізінде дәнекерлеу аппаратын бердік. Тағы 1 жасымызға ыстықханалар ажыратып, оларды жұмыспенен қамтамасыз етуге ерсіз отырмыз. Тағы жоғары оқу орнында оқып отырған 2 жасымыздың контракт пұлын төлеп беруде біз үлкен жәрдем көрсеттік. Біздерге, яғни маған бір жетекші сипатында осындай үлкен сенім білдіріп отырған екен. Мен де осы Белтау махаллесінің жетекші сипатында осы Белтау махаллесінің жастарын ізіме ертіп, ертеңгі күніне, ертеңгі болашағына тірек болуда, олардың қиналып жүрген,
болмаса башқаласын шешуде өзім қолғанат болып, президентіміздің, мемлекетіміздің сенімін ақтауға өз уәдемді беремін. Иә, Белтаудағы көл және оның жанындағы қайта тіктелген саябақ, яғни жастар көлі және жастар бағы бүгін бүтін бір серуенде орнына айналғаны көңіл күйді көтеріп, баршаға қуаныш бағыстайды. Бұл жерде жаңа өмірге қадам тастаған жастар заңды некеден өткізіліп, осы жерде жас отау иелері ата-анасынан ақ батасын алады. Қарақалпақстан Республикасы Әділдік министрлігі тарапынан маған берген уәкілдіктерден пайдаланып, сіздерді нызамлы, ерлі, зайыплы деп жариялаймын. Міне бүгін Тақтакөпір районы Белтау ауыл бұқаралар жиынында Тақтакөпір районы бұқаралық халат актілерін жазу бөлімінің филиалы ашылып, Белтау ауыл бұқаралар жиынындағы бұқаралардың алысын жеңіл ету мақсатында жұмысымыз көшіріліп әкелінді. Хамде бұл жерде біздер жастарды нызамлы некеден өткеріп, туылғанлық хақында гуалықлар берілмектеміз. Белтау ауыл бұқаралар жиыны абат ауыл дәстүріне кіргенлігі себебінен президентіміздің біз жастарға жаратқан көплеген мүмкіндіктері хамде қолайлықлары деп есаплаймын. Осындай мүмкіндіктерден біз өте қуаныштымыз, хамде біздерге жаратылған имканиятлардан пайдаланған халда біз халқымызға мүнәсіп қызмет көрсетеміз, хамде Белтау ауыл бұқаралар жастарының алысын жеңіл етуде өз үлесімізді қосамыз. Ауылымызда соңғы кездері қандай өзгерістер болды? Президентіміз Шавкат Мырзаев елімізге келді. Шавкат Мырзаев атамыздың келген қадамы құтты қадам болды. Халқымызға көптеген жаңалықтар, көптеген өзгерістер алып келді. Міне бақшаларымыз жақсаланып жатырыпты, мектептеріміз жақсаланып жатырыпты, көптеген жаңалық болып жатырыпты. Міне жолдарымыздан жақсыланды, халқымыздың мына көшелеріміздегі нелер көптеген теректер егілді, су әкелініп жатырыпты, әзір көп өзгерістер болып жатырыпты. Міне осындай нелерді жаратып берген үшін біздер көңіл күйіміз көтеріліп жатырыпты. Міне осыған көптеген жәрдем беріп жатырған қыздарымыз, осыларға көп-көп рахмет айтамын. Өзімнің ана болғаныма мен ризамын. Бүгін балам менен келінім ЗАГСтен өтіп жатырыпты. Ол да бір үлкен маған қуаныш, бақыт, дәулет әкелді үйіме. Сендерге әрдайым орын бар, ауыл төріне қоныңдар, ақ тілек батамыз мінеки, бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге әрдайым орын бар, ауыл төріне қоныңдар, ақ тілек батамыз мінеки, бақытты болыңдар, болыңдар. Көңіл тыныштығы ең үлкен бақыт. Мемлекетіміз басшылығының жүргізіліп жатқан саясатының халық мүддесі жолындағы істерден көзделген басты мақсат та осы негізінде. Мемлекетіміз тарапынан айыл қыздарымызға көп жеңілдіктер жаратылған. 16 қызымызға жеңілдетілген кредит алып беріп, тігу машинасын алып, жұмыс бастады. Бір қызымыз 25 миллион кредит алып, нан өнімдерін шығарып, істеу карханасын ашты, шаңырақ карханасын. Бұл алып барған жұмыстардан ауылымыздың әйел қыздары өте қуанышты. Үйде жұмыс бос отырған әйел қыздарымызға кооператив тикарында субсидия ажыратылып, тауықшылықпен бәнд болды. Тігу цехы әзіргі уақытта жұмыс алып барып жатырыпты. Жағдайға түсіп қалған әйел қыздарымызды әйелдер дәптеріне кіргіземіз. 17 әйел қызымызды әйелдер дәптеріне кіргіздік. Енді ол бойынша да шығару бойынша да жұмыс алып барып жатырмыз. 9 қызымыз жұмыссыздық бойынша, 2 қызымыз іспелмелік ашу бойынша, 3 қызымыз бағушысын жоғалтқан, біреуі награн перзент тәрбиелеп отырған әйел қызымыз, сонымен 17 әйел қызымыз. Бұл енді 3-ші басқышында жұмыс алып барып жатырмыз қазіргі уақытта. Алдында 1-ші, 2-ші басқышта 21 әйелден алып, оны тізімнен шығардық. Әрбір қыштақ, абат қыштақ болу керек, заманауи түрде жасау керек. Һәм халқымды ешкімнен кем қылмаймын. Бұлардың ауыл халқы, қала халқы һәмде месе теңдей бірдей жасау керек деген мәністегі істеліп жатқан жұмыстарымыз күннен күнге көрініп артты. Міне мұнан 30 жылдың ар жағында қандай болсақ, қазір мына қайраtsыздық алға бері халқымыздың кейфияты, халқымыздың мемлекетке деген сенімі, президенттің айтқан гәпі бар. Мемлекет идаралары халыққа қызмет істейді. Халық мемлекет идараны істемейді деген. Сондай әзіргі уақытта қайсы басшы болса да ел халықтың игілігі үшін
солардың тұрғын жасап, жақсы заманауи уақытты тұрмыс құру үшін һәмме шарайаттар жаратып беріліп бар. Ел абаттығына лайықты үлес қосу, жаңа Өзбекстан үшін белді бекен байлап, олардың өркендеуі үшін қызмет ету әрбіріміздің болашақ ұрпақ алдындағы қасиетті борышымыз. Сарсамалы ескенде сардаланың, сардала жігері қойы бар баланың. Атыңнан айналайын Өзбекстан, сұлулығы өзіңде бар ғаламның. Мен оның көзі бар деп айта алмаймын, сені көріп есінен танбағанның. Көгімде достық деген самғасынан, достық ұғым келеді ау сан ғасырдан. Ағатай әділіпті ел біледі, көрінген қаһармандар арасынан. Ақ күріш пен ақ мақта өндіретін, мың сәлем тақта көпір даласынан. Ақ күріш пен ақ мақта өндіретін, мың сәлем тақта көпір даласынан. Болмасын ақындардың сөзі жалған, өмірде таусылмайды ау қызық арман. Бөрше тауға Қыдыр бабам қонақ болып, президенттің назар ауып ізі қалған. Мұнарланған тау басына шыға қалсаң, бойыңа қуат нәрін таратқандай. Қарасаң мына көлдің толқынына, жақсы хабар әкеліп таратқандай. Берейін өлең менен мықты сауға, асыл сөз алдырмайды ау болған дауға. Жаңаланған Өзбекстан көрем десең, әуелі қонақ болшы Бөрше тауға. Жаңаланған Өзбекстан көрем десең, әуелі қонақ болшы Бөрше тауға. Үмітіңді арттырар атқан таңдар, қайраттан қордаланып жатқан ән бар. Жүзіңді нұрға бөлеп тастайды екен, көшкілік көшелерге жаққан шамдар. Бөрше тауға берейін жыр сабаға, айналайын Бөрше тауы жыр садаға. Елім дабат, жерім дабат қылып берген, мың рахмет ел басқарған ағаларға. Ардақты ағайын, сіздерде жақсылар бар екен, мұндай мерекелік шаралар қазірге толастамайды. Бастысы аспан ашық, жұрт тыныш болса болғаны деп, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы, аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын.